Аяз би ертегісі. Ертеде Мадан деген хан болыпты. Хан болған соң оның 40 уәзірі бар екен. Бір күні хан уәзірлермен ақылдасып отырып, «Уәзірлерім, сендер әрқайсың асып туған ақылды данышпан едіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсаймын. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, және шөптің жаманын, құстың жаманын тауып келіңдер. 11 ай уақыт берем. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар» дейді. Хан бұйырған соң амалы жоқ, уәзірлері өзара ақылдасып іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртады, мал жемейді екен, шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар бір адам 5-10 қойды бағып жүр екен. Уәзірлер адамның жаманы сірә осы болар-ау деп тұрғанда, әлгі адам «Уа мырзалар, жол болсын» дейді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұр, түсінікті, адамның жаманы керек болса, мен боламын дейді. Олай болса жарайды деп, жаманды аттарына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман, адамның жаманын тауып алдыңыздар, бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан еді деп, уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қара қоға мен сауысқанды алдырады. Уәзірлер мұның мәнісін сұрап еді, хан алдында айтамын деп жаман айтпайды. Уәзірлер келген соң хан әкелген адамға қарап, әкелген адамдарың жарайды. Әзірше аспазшыға апарыңдар, көже мен нан берсін, сыйласын, ертең ортаға алып тамаша етеміз деп жаманды ас үйге жібертеді. Бірақ дейді хан, құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны біле тұра, оларды әкелудің не жөні бар еді деп хан уәзірлерге ашулана бастайды. Сонда уәзірлер, тақсыр, айтқаныңыз дұрыс, біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып едік. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан деп, бізге оларды тастаттырып, қара қоға мен сауысқанды алдырды деп жауап береді. Хан сәл тоқтап, жаманның не білгені бар екен, шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңдер, сұрайық деп бұйырады. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап, мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы едім. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің дейді. Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман едім. Өмірім отын су тасумен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған едім. Ал енді қара қоғаны алып отқа жақсам жанбайтын еді. Үрсем жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын шүйіп жемейтін еді. Содан соң қара қоға тіпті пайдаға аспайтын шөп қой деп ойлаушы едім. Қара қоғаның жамандығын содан білдім дейді жаман. Сауысқанның жаман екенін қайдан білдің дейді хан. Қырғауылдың қанаты бар да жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс. Біреудің сиқысыз болуы оның жаратылысынан, қырғауылдың айыбы тек сиқысыздығы, ал сауысқанның жүні ала болған сияқты өзі де ала, бірлік жоқ, екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құстың жаман сауысқан деп ойладым дейді жаман. Сауысқан мен қара қоғаның жамандығын білдің, енді өзіңнің жамандығын қайдан білдің дейді хан. Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Менімен жастылар әйелі алып, бала көрді, келін жұмсап қызық көріп отыр.
Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің артына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүрмін. Енді мен жаман емей, жақсымын ба деп жаман ханға қарайды. Хан басын шайқап, апырай, осы жаман болса жарар еді деп ойлап, құстың шөптің өзіңнің жамандығыңды дәл айттың, жарайды. Енді менің бір тұлпарым бар, соны сынап бересің бе дейді. Жақсы, сынап берейін деп тұлпарды алып келген соң жаман тұлпардың алды артына қарап, тұлпарыңыздың сипатынан мін таба алмадым, енді мініп қарар едім деп ханнан рұқсат сұрап алып, тұлпарға мініп, есік алдындағы өзеннен әрі бері өтті де қайтып келіп, тақсыр, тұлпарыңнан басқа мін таба алмадым, тұлпарыңыз тек сиырға шатыс екен дейді. Апырай, оны қайдан білдің? Айтқаның рас. Менің Ақша хан деген құдам бар еді, соның тұлпар табатын бір биесін қалап алдырғанмын. Бие күні жетіп, құлынды туа алмай, өлер болған соң, бие өлсе өлсін, құлын қалсын деп ішін жарып құлынды алғанмын. Сол құлын осы еді, әбден шөп жейтіндей болғанша, сиырдың сүтімен асырап едім. Ал енді сен мұның сиырға шатысты екенін қайдан білдің дейді хан таңданып. Тұлпарыңыз судан әрі бері өткенде, аузын суға малып, артқы аяғын сілкіп өтті. Сиыр күніне 40 суарсаң да судан айдағанда аузын суға малмай, артқы аяғын сілкімей өтпеуші еді. Тұлпардың сиырға шатыс екенін содан білдім дейді. Жұрт таң қалып бір-біріне қарасады. Хан біраз ойланып отырып, енді менің бір гауһар тасым бар еді. Ол тастың Сүлейменнің жүзігіндей, Мұсаның асасындай, Дәуіттің қоржынындай қасиеті бар. Сол тасымның қандай қасиеті бар екенін тап деп, қазынасындағы тасты алдырып береді. Жаман тасты алып салмақтап, байқап қарап отырады да, сіздің тасыңыз рас қасиетті тас екен, бірақ 2 жылдан соң қасиеті бітеді. Тастың ішінде 2 ақ қара бас құрт бар, тасыңыздың пышақ сыртындай ғана қалыңдығы қалыпты. Сол 2 құрт 2 жылдан соң тесіп шығады, тесіп шыққан соң тасыңыз пайдаға аспайды дейді. Жұрт не дерін білмей, бір сыпырасы бәрібір 2 жылдан соң пайдаға аспайтын болса, тасты жарып көрейік, ал бір сыпырасы жаманның сөзіне бола тастан айырыламыз ба дейді. Ақырында тасты жармақшы болады. Тасты жарып қараса, ішінен 2 ақ қарабас құрт кеулеп тесуге жақындап қалған екен. Тастың ішінде құрт бар екенін қайдан білдің дейді хан. Тастың қасиетіндей салмағы да болу керек. Тас жеңілдеген екен. Құрт бар екен, содан білдім деп жауап береді. Апырмай, сен жаман болмадың ғой. Қайта сен бір данышпан болып жүрме. Ал сен менің өзімді сынашы. Мен неше атамнан бері хан екенмін дейді хан. Жаман сәл ойланып, жақсы деп, тақта отырған ханның артына шығып, алдына келіп, ханның көзіне қарап тұрып, тақсыр, ханым, ақыл ойың ешкімнен кем емес, бірақ хандық қара басыңа қарадан туып хан болғансыз, атаңда хандық жоқ дейді. Жаман сөзін бітірмей хан сөзін бөліп, жоқ, қате айтасың, мен 7 атамнан бері ханмын. Өзімді қойғанда 6 атамды қайда жібересің деп зекіреді. Жаман саспайды. Жоқ тақсыр, сіздің қара басыңыздан басқа тегіңізде хандық жоқ, сіз нағыз наубайдың баласысыз дейді. Хан не дерін білмей халыққа қарап, апырмау, мына жаман не дейді? Халқым, мен қан баласымын деп жүредім. Шақырыңдар анамды дейді. Ол о дүниеге біреудің қанын жүктеп барып, Тәңір алдында қара бет болмасын. Не де болса шынын айтсын. Әйтпесе, ашумен мына жаманның басын кесемін дейді. Шешесі келген соң хан шешесіне жаманның сөзін айтады. Шешесі терең күрсініп, сөзді бастайды. Шырағым, жасым 80-ге келгенде біреудің қанын жүктеп не қылайын? Бір сыр бар еді, оны Тәңірдің өзі және мен ғана білетін едім. Мынау жаманың да біліпті. Енді айтайын, атаң сенің зәрлі хан еді. Менен бұрын 19 әйел алып, кілең қыз тапқаны үшін бәрінің де ішін жарып өлтірген екен. Сол үшін де зәрлі хан деп халық ат қойыпты. 20-шы әйел етіп мені алды. Мен де 2 қабат болған соң жалғыз жанымнан қорқып тәуіптерге қаратып едім. Сенің ішіңдегі де қыз деді. Қыз тапсам мені өлтіреді ғой деп қайғырдым. Дәл сол кезде аспаз Наубайдың әйелі де 2 қабат екен. Оның да тамырын ұстатып қаратып едім. Оның ішіндегі ұл деді. Жалғыз жаным үшін сол жерде маған ой келді.
Ол әйелді оңаша шақырып алып, барлық мұңымды айтып, қазынадан табақтап алтын беріп, ақыретте дос болайық, ұл тапсаң ұлыңды маған бер, менің қызымды ал, бірақ бұл сырды ешкім білмесін деп жалындым. Әйел табақтап алтынды алып, бір жағынан мені аяп, сол жерде уәдесін берді. Туар кезімізде Зәрлі хан аңғаулауға кеткен еді. Екеуміздің толғағымыз бір күнде келіп, бір сағатта босанып, сырды ешкім білмесін деп, басқа біреуді де жолатпай, біріміздің баламыздың кіндігін біріміз кесіп, сол қолыммен қызымды беріп, оң қолыммен алған шырағым сен едің. Енді бұл күнде мына жаман оны біліпті. Сыр ашылуға Тәңір жазса не шарам бар деп, сөзін аяқтай алмай, шешесі жылап жібереді. Сонда хан сөз тапқанға қолқа жоқ. Олай болса мен таққа лайық емес екенмін. Осы оқиғаны оймен білген сіз лайықты екенсіз деп, хан тағынан түсіп, тақты Жаманға береді. Жаман: жоқ тақсыр, кешегі күні жаман кісі керек дегенде ат артына мініп келген жаман едім. Бүгін таққа отырмаймын. Сіздің көлеңкеңізде жүрсем де жарар, тағыңызға мініңіз деп болмайды. Хан таққа отырып, апырмай, менің Наубайдың баласы екенімді қайдан білдіңіз дейді. Сонда Жаман: мен жаман жақсы болсам да, үйіңізге келген қонақ едім. Хандардың ішер асы жал мен жая, аузыңызға түспей, нан көже түсіп, мені келісімен аспазға жібердіңіз. Салтыңызға тарттыңыз. Сіздің шонжарлы, атаулы хан емес екеніңізді содан байқадым дейді. Жиналған жұрт таң қалады. Сол күйінше хан тағы да хандық қылады. Жаман оған жақсы уәзір болды. Жаман ханға ақылмен, тапқырлығымен жақты. 40 уәзір шетте қалды. Күндердің күнінде Жаман сыртқа шығып тұрса, қаланың ортасында тігулі 6 қанатты ақ боз үй тұр екен. Дөңірегінде қаптаған кісі үйге кіруге кезектерін күтіп жүр. Жаман қайтадан үйге кіріп ханнан: бұл не жиын деп сұрайды. Хан сонда: қалада қара болса да байлығы менімен қатар Уәлібай дейтін бай бар. Сол Уәлібайдың Меңді дейтін қызы 15 жастан күйеу таңдап, өзімнен ақыл артық кісіге тием деп 20 жылдай отырды. Қазір 35-те. Бұған дейін ешкім ақыл артып, бұған күйеу бола алған жоқ. Бәрі де барып қызға жауап қайтара алмай қайтып кетеді. Ол жиын қызды жеңіп аламыз деп жүрген бай мырзалардың жиыны дейді. Жаман менде барып көрсем қайтеді деп ойлап, кешке жұрт орынға отырған соң жайлап қыздың үйіне барады. Есікті қағып еді, бір әсем келіншек шығып: не жұмысыңыз бар деп сұрайды. Менің жұмысым сенде емес, қызда, бар қызға айт дейді. Келіншек күліп қызға барып: бикеш-ау, күйеу таңдаймын деп сен жұртты басындырып болдың-ау. Адам көргісіз бір жаман кісі сенде жұмысым бар дейді. Сенен ол да дәмелі етіп келген білем деп қалжыңдайды. Қыз жымиып күліп: ол түрге жаман болғанмен, қандай кісі екенін қайдан білесің? Мынаны алып барып бер деп жеңгесіне гауһар, пышақ, тәрелке және қайрақ тас беріп жібереді. Жеңгесі ол заттарды алып барып берген соң, Жаман қолындағы заттарға қарап тұрады да: бар мұның құралын әкел дейді. Ойбай, әлгі Жаманың мұның құралын әкел дейді деп жеңгесі қызға қайтып барады. Қыз жарайды деп жеңгесіне балға мен төс береді. Жаман балға мен төсті алған соң, қайрақты төске қойып, балғамен ортасынан бөледі. Тәрелкені уатады, пышақты ортасынан сындырады, гауһар тасты қақ жарады. Мә, бикешке алып бар деп келіншектің қолына беріп жібереді. Сынған заттарды көрген соң қыз орнынан ұшып тұрып: сол адам шайтан болмай адам болса, менің тап баратын кісім осы, шақыр мұнда дейді. Жеңгесі не дерін білмей Жаманды шақырып келеді. Қыз оны құрметтеп қарсы алады. Бұрында талай бай балалар мен хан балалар келеді екен. Бәріне де қыз манағы заттарды береді екен. Бәрі де: менің үйімде пышағым жоқ па, болмаса қазынамда гауһар тасым жоқ па, әлде қайрақ таба алмай жүрмін бе деп ашуланып қайтып кетеді екен. Тап сол күні қыздың ағалары ақылдасып: бұл қалай болды? Осы қыз 35-ке келді, күйеу таңдап әлі біреуге тиген жоқ. Сірә оның басқа бір сүйгені бар шығар. Ондай адамы болса ұстап алайық деп қарауыл қойыпты. Таң атқан соң Жаман қыздың үйінен шығып бара жатса, қарауылшылар оны ұстап, байдың балаларын қолына апарып береді. Бай балалары Жаманды дірдектетіп ханға апарып: мына уәзірді ұстап алдық, бізді келмей жатып басынды дейді. Хан Жаманды оңаша алып сұрайды:
Қыздың үйіне бардың ба? Жоқ, мыналар ұстап алдық дейді ғой. Олар өтірік айтып, бәле жауып мені даладан ұстап алды. Мен сенің ақылыңды сыйлап, астындағы тағымды да беріп едім. Тақты өзің алмаған соң, ең жақын уәзірім қылып едің. Уәлі маған олардан қымбат емес, шыныңды айт. Қызды алып берем дейді хан. Жаман бірақ шынын айтпайды. Хан ашуланып жендеттерге Жаманды дарға суға әмір қылады. Жендеттер хан бұйырған соң Жаманды дарға апарып, мойнына тұзақ салып, дардың жібін тартып жоғары көтереді. Жаман иманын айтып, қырылдап енді демі бітуге айналғанда, көпті жарып ақ бозатты ақ киімді бетіне перде жапқан бір кісі келіп, қылышпен дардың жібін кесіп жібереді де, сұлап жатқан Жаманның көкірегіне қылышын көлденең тастап, жайына кетеді. Жаман біраз қырылдап жатып есін жиған соң, жендеттер тағы да дарға сайын деп әрекеттенгенде, мені енді қанға апарыңдар деп өтінеді. Жендеттер оны қайтып қанға алып келеді. Сол кезде хан, бұл кезге дейін неге өлтірмедіңдер? Менің бұйрығымды екі еттіңдер ме деп ақырады. Жендеттер тұрып оқиғаны айтып береді. Егер ас десе, әлде де дарға суға әзірекендіктерін білдіреді. Хан Жаманға қарап, маған барам деп неге айттың? Әлде манағы айтпаған шыныңды айтуға келдің бе дейді. Тақсыр, шынымды айтайын деп келдім. Онда Уәлібайдың қызының үйіне барған рас па дейді хан. Рас деп жауап береді Жаман. Алам деп уәде беріп пе едің? Беріп едім. Ендеше мана неге айтпадың дейді хан. Тақсыр, мана айтпаған себебім мынау еді. Мен барып Уәлібайдың қызын сырттан хабарласқанда, ол маған бір тәрелке, бір қайрақ, бір пышақ, бір гауһар тас беріп жіберді. Ол оның қайрақтай болып езілгенше, тәрелкедей болып уатылғанша, пышақтай болып басы кесілгенше, сыр айтпайтындай кісі мына гауһар тастай жарып мені алады деген еді. Сол сырды пышақтай болып басым кесілгенше айтпаспын деп, пышақты жетесінен сындырып, қайрақтай езілгенше деп қайрақты уатып, тәрелкедей уатылғанша деп тәрелкені қиратып, гауһар тастай жарып сені алам деп гауһар тасты қақ бөліп уәде беріп едім. Сол себепті мана шынымды айтпап едім. Қыздың өзі мені аяп, ақ боз атқа мініп, бетіне перде жауып келіп, дардың жібін қиып, көкірегіме көлденең қылыш тастап кеткені мен үшін кінәсіз өлме, ерлігіңді көрдім. Қылыш үстінде серт жүрмейді деуші еді, антыңды қайтып ал деген еді. Өзі рұқсат берген соң шынымды айтып отырмын дейді Жаман сөзін аяқтап. Хан Жаманның сөзінің шындығына көзі жетіп, ел жинап, 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, қызды Жаманға алып береді. Жаман тапқырлығымен қанға жағып, екеуі дос болады. Содан бір күні 40 уәзір кеңесіп отырып, бұл Жаман бізді жаман кісі іздегенде ат артына мінгестіріп алып келген жаманымыз еді. Бұл күндерде хан оны өзіне жақсы дос қылды. Қыз әперді, бізді есепке алмайды. Қой бүйтіп болмас. Біз бұл екеуін араздастырайық, Жаманның әйелін мақтайық, үйіне қонаққа апарып көрсетейік, сөйтіп екеуінің арасына от жағайық деседі. Уәделері бойынша Жаманның әйелін ханға мақтайды. Тақсыр, шынында ол әйел сізге лайық әйел деп ханды азғырады. Хан Жаманның үйіне барып, өз көзімен әйелді, оның тәрбиесін көрген соң, шынында маған лайық әйел екен деп ойлап, үйге қайтып келіп, 40 уәзірмен кеңеседі. Ойда жоқта ойға салған сендер едіңдер, енді әйелді алуға маған қандай әйел тауып бересіңдер дейді. Уәзірлер кеңесіп, жақсы Тақсыр, Жаманды шақыр, біз оны барса келмеске жұмсайық, сонда ол өлер, ол өлген соң жесір әйелді сіз оңай аласыз дейді. Жаманды шақыруға хан бір жігітті жібереді. Жіберген жігіті барып үйден сығалап қараса, төрде төсек үстінде Жаман жатыр. Өз көркіне өзі таңғалып, Жаманға былай дейді: мен осы Тәңірдің ісіне таң қаламын. Әркімді өзінің қатарына қосса еді, арасы жер мен көктей адамдарды бір-біріне қосып қойған Тәңірдің құдіреті күштау деймін. Өзіме қарасам, 14-інде туған ай сияқтымын. Саған қарасам, су біткен көлдей, қара майы біткен шелектейсің дейді. Жаман басын көтеріп алып, жоқ олай емес, адам атамыз пештен қуылып шығып бара жатқанда, Тәңірі, адам, пеш сен үшін жаратылып еді, шайтанның азғыруымен шығып барасың, енді пештен қалағаныңды алып кет деген екен.
Сонда адам: «Тәңірі, сенің қандай затыңды қадірлі екенін қайдан білейін?» деген соң, адамзатқа пайдалы 3 затым бар. Біреуі қыдыр, біреуі бақыт, біреуі ақыл. Осының бірін ал деген екен. Сонда адам ақылды алыпты. Ақыл тұрмаған жерде бізде тұра алмаймыз деп қыдыр да, бақ та ақылға табынған екен. Сол сияқты сен қазынадағы қызыл алтын едің. Мен ақыл едім. Менің қаралығыма, қарттығыма қызығып тиген жоқсың. Ақылыма тидің деп қарқ-қарқ күледі. Әйелі жаманның сөзіне күліп артына қарағанда пердесі ашулы екен. Есіктен кіріп келе жатқан жігіт оның жүзін көріп есінен танып құлап қалады. Сол жерде бетіне су бүркіп, жігітті тұрғызып алып жұмысын сұрайды. Жігіт келген жұмысын айтып қайтады. Келген соң хан оған: «Сен кеткелі көп уақыт болды. Сен мұнда жұртты еріп отырғызып қойып, қайда кеттің?» дейді. Жігіт басынан өткен оқиғаны айтқан соң, әуелде әйелге ғашық хан онан сайын ынтық болады. Жігіт кеткен соң жаман: «Ханға барайын ба?» деп әйелмен ақылдасады. Әйелі: «Бар, сені барса келмеске жұмсарын көптен ақ сезгенмін. Риза бол. Бірақ жолға жұлқынған жүйрік жылжыған жорғамен бе? Жылқыдағы ең семіздімін. 40 уәзір сені 3 күншілік жерге шығарып салар. Олардың қарасы үзілген соң сен де қайт. Орман ішіне апарып атыңды сой да, етін алып кел. Соны қорек қылып жата береміз» дейді. Жаман ханға келген соң, хан сөзін бастайды. «Мен сені бір ұзақ сапарға жұмсаймын. Жұмсағанда сенің ерлігіңнен үміт етпеймін. Ақылыңнан үміт етемін. Барсаң айтамын» дейді. Жақсы, барайын деп жаман ризалығын көрсетеді. Барса келмес дейтін жерде інжулі қой дейтін қой бар деп айтады. Бір түгі алтын, бір түгі күміс, сойса терісі бір адамға тон дейді. Соның терісін үстіме кигім келеді. Інжулі үйрек деген үйрек бар, қанаты күміс, басқа жері алтын дейді. Соны тәж қылып кигім келеді. Дәудің інжулі қара арғымағы бар, бір шапқанда 100 шақырым шабады дейді. Соны мінгім келеді. Міне осы жұмыстарға барасың деп жаманды хан кілең өтірікке жұмсайды. Жаман ханның жылқысынан бір семіз атты таңдап мініп жолға шығады. 40 уәзір 3 күншілік жерге шығарып салып қайтады. Уәзірлердің артынша жаман да кейін қайтып, Қара тоғай дейтін орманға апарып, атын сойып, үйінен көлік әкеліп, етті тасып, тұздап алады. Төсегінің астынан адам бойындай жер қазып, күндіз сонда, түнде әйелінің қасында болады. Ай өтеді, жыл өтеді. Бір күні жаманның үйіне жеңгесіне көңіл айтуға хан келеді. Қонақ асы жеп болған соң хан сөз бастап, адамның, шөптің, құстың жаманын әкел дегенде, уәзірлерінің алып келген жаман еді. Жаман болса да, ақылына риза болып, тағымды да берді. Ақылының арқасында сені де алып еді. Сол ақылынан үміт етіп, бір жұмысқа жұмсай қойып едім. Келер уақыты өтіп кетті. Құдайдың әмірі болды ма деймін. Қорқып жалғыз тастамаспын. Аға өлсе жеңге мұра деген, қолыма алып бағармын деп үгіт айтады. Әйел отырып: Құдайдың әмірі болса не шара? Ол келгенше сенің қолыңда бір қадірлі тас бар еді. Соның тілімен сен оны жарып едің. Жарылған соң ол тас пайдаға аспады ғой. Сол секілді әр заттың пайдалы уақыты бар ғой. Кеше қыс күнінде болса бір сәрі. Енді мен сол жарылған тас сияқтымын. Саған қызмет етіп жаға алмаспын. Әуре болма дейді. Хан әйелден жеңіліп үйіне қайтады. Хан шығып кеткен соң, әйелі байын шақырып алып: бар енді, ханға жауапты өзің бер деп қоя береді. Хан да барып тағына отырады. Жаман да сәлем беріп кіріп барады. Хан сасып қалып: қашан келіп қалдың? Ал енді әңгімеңді айта бер дейді. Жаман тұрып: әңгіме ұзақ емес. Уәзірлер шығарып салған соң, бір аш арыстан соңымнан қалмады. Мен барса келмеске барып жауды мұқатқанша, мына жауды мұқатайын деп қылышымды суырып алып, қуып кеттім. Өз ауылына апарып қамап едім. Онан шығып кетті. Осы сіздің ордаға кірді ме деп отырмын дейді. Хан не дерін білмейді. Бір қызарады, бір бозарады, жерге кіріп кеткендей болады. Ақырында: мен айыптымын. Менде бір қате болды. Шайтанның азғырғанына ердім. Оған себеп мына уәзірлер. Олар енді я саған, я маған бір қатер қылар. Сен енді іргеңді көтер, бөтен елге көш дейді. Жаман риза болып көшетін болады.
Хан бірнеше түйеге жасау жасатып, асыл заттар арттырып, Жаманды Ақшаханның еліне көшіріп салады. Жаман Ақшаханның елінде қадірлі адам болып тұра береді. Күндер өтеді, бірақ ханның көкейінен Жаманның сөзі кетпей, шалқасынан шаңыраққа қарап ойланып жатыр еді. Қырық уәзір кіріп келеді. Хан басын көтеріп, жау шапты, ел бүлінді, апат соқты. Осыны ойлап табыңдар, болмаса жазалаймын, дейді. Уәзірлер ақылдасып өздері таба алмайтын болған соң, Жаманды іздеп тауып, оған ханның айтқанын айтады. Жаман 40 уәзірді құрмет етіп болған соң, жақсы, мен жауабын берейін. Хан мені ойлап қапаланып жатқан шығар. Қай-қайдағы есіне түскен шығар. Сендерге де өкпесі болса керек. Сөйтіп жатқанда ханның ордасының күлдіреуішінің бір басы шыққан болар. Жаман болса, осыған бір нәрсе айтар еді. Сынайын деп сендерге айтқан ғой. Барып күлдіреуішінің басын салып берсеңдер, ханның қызметі тамам болады деп кеңес береді. Уәзірлер ханға келіп, тақсыр, мына бір күлдіреуішіңіздің бас жағы шығып кеткен екен. Соны салып берейік деп рұқсат сұрайды. Хан рұқсат берген соң, күлдіреуішінің басын салып береді. Хан күліп, мұны кім үйретті сендерге деп сұрайды. Уәзірлер шынын айтады. Хан уәзірлеріне, ол жаман болса да, қысылғанда айла табатын ақылды данышпан еді. Әркімнің пайдасына жарайтын еді. Сендер күндеп, ақырында екеумізді айырдыңдар. Егер де ол сендерге ақыл таппаса, сендер өлетін едіңдер. Біреуге орғазба, өзің түсерсің деген мақал бар дейді. 40 уәзір ханға жағамыз деп ханның көңілін аулап, күнде ойын той жасап жатса да ханның көңілі көншімейді. Жаманды сағынады. Бәрі де жамандай бола алмайды. Бір күні хан ерігіп, уәзірлермен аңға шығады. Аң іздеп келе жатып, таудың етегінде қой жайып жүрген бір шалға ұшырап сәлем беріп, «Уа ата, мына таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «Бір 20 жыл болған шығар» дейді шал. «Бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды?» деп сұрайды. «15 жылдай болды» дейді шал. «Бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды?» деп сұрайды хан. «Оған да бір 10 жыл болған шығар» дейді шал. Хан ойланып тұрып тағы да, «Ата, өзіңіз нешеусіз?» дейді. «Ой шырағым-ай, жатқанда 2-мін, тұрғанда 4-мін. Баба, менің 40 асыранды қазым бар, соны білдірмей жүнін жылып, күйдірмей пісіріп, қан шығармай сойып беретін кісі бар ма?» деп сұрайды хан. Сонда шал, «Адамына тап болсаң, айтқаныңнан да артық етер» дейді. Хан шалдың сөзін қанағат етіп, атының басын бұрып үйіне қайтады. Хан үйіне келген соң уәзірлеріне, «Мен не дедім, шал не деді? Соны айырыңдар, оны айыруға 1 ай уақыт берем. Айыра алмасаңдар, 40-да өлесіңдер» дейді. Уәзірлер сасып, өздері таба алмайтын болған соң, бәрі де баяғы Жаманға барып, ханның айтқанын айтады. Сонда Жаман, «Бұл оңай жұмыс емес, бастарың өлімге байланған екен. Жақсы, енді болмас, тағы да бір амалын табайын. Сендер бір ат қалдырып, басқа аттарыңды сойыңдар, киімдеріңді өртеп, сонымен бір аттың етін пісіріңдер. Мен мына қалған атқа мініп, сендерді ханға жалаңаш айдап барам. Егер де сендер арланып, қастық етпейтін болсаңдар, мен сендерді хан алдында құтқарып алам» дейді. Уәзірлер бір ауыздан, «Ойбай, тақсыр, арланбаймыз, жанымыз қалса болды. Қанымыз бізге мықты өкпелеп жүр» деп риза болып, сол жерде 39 атты сойып, бір атты қалдырып, сойған аттардың біреуінің етін өздерінің киімін жағып пісіріп, етін жеп алады. Етті жеп болған соң, соймай қалдырған ала-шолақ атқа Жаман мінеді. Қолына құрығы алып, жалаң аяқ, жалаң бас уәзірлерді ханға айдап жөнеледі. Жаман келе жатыр дегенді естіп, хан 40 жігіт ертіп, жібек кілем, жібек шатыр алып, түстік жерден алдынан шығып, Жаманды жер бастырмай құрметтеп, жібек кілемге түсіріп алады. Хан уәзірлерді ұмытып кетеді. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасап жата береді. Бір күні уәзірлердің арасында бұл хан өз қызығы өзінде жата береді. Түнеуге сөзін ұмытып кетті білем деген күңкіл шығады. Жаман оны естіп, уәзірлерді шақыртып алып, жиылған халық алдында, ол шал жұрттан асқан дана еді. Хан оның даналығын сезіп, 40 уәзірімді жөнге салып, ақыл айтпас па екен деп сәлем беріп, тілдесіп еді. Ханның бұл таудың басын қырау шалғалы неше жыл болды дегені
сенің шашыңа ақ кіргелі неше жыл болды дегені еді. Шал шашыма ақ кіргелі 20 жыл болды деді. Ханның бұл таудың етегін қырау шалғалы неше жыл болды дегені сақалыңа ақ кіргелі неше жыл болды дегені еді. Шал оған да 15 жыл болды деді. Ханның бұл таудың басынан бұлақ аққалы неше жыл болды дегені көзіңнен жас аққалы неше жыл болды дегені еді. Шал оған да 10 жыл болды деді. Ханның ата өзің нешеусің дегені үйінде неше жаның бар деген еді. Шалдың жатқанда екеуміз, тұрғанда төртеуміз дегені менің бұрынғы әйелім өліп еді. Қазіргі әйелімнің байы өлген. Түнде жатқанда екеу болғанмен, күндіз қойда жүргенде мен өлген әйелімді сағынам. Қазіргі әйелім үйде отыр, өзінің өлген ерін ойлайды деген еді. Жатқанда екеу, тұрғанда төртеуміз деген сол еді. Ханның 40 асыранды қазым бар, соны қан шығармай сойып, білдірмей жұлып, күйдірмей пісіріп беретін кісі бар ма дегені менің ақылсыз 40 уәзірім бар, соларды ұрмай соқпай жөнге салып беретін кісі бар ма дегені еді. Шалдың адамына тап болсаң айтқанды асырар дегені оның шешуін маған жолдағаны еді. Сендер мені іздеп барған соң үстерімде киімдерді алып отқа жаққаным, білдірмей жұлғаным, күйдірмей пісіргенім, сендерді алдына салып жалаңаш жаяу айдап ханға келгенім, қан шығармай сойғаным еді. Ал енді осымен ханның жұмысы біткен шығар деп жаман сөзін аяқтайды. Хан сонда уәзірлерімнің күнәсін кешірдім. Неше рет екеуміздің арамызға от салып, қоныс аударып, көшіп кетуге себеп болып еді. Сонысына азаланып, өздері әбден жеңілсін, кінәләрін мойнына алсын деп едім. Менің тілегенім орындалды. Ал халық, мен де біраз хан болып қызық көрдім. Ендігі хандығымды мынау досыма берем. Сіз де енді тартынбаңыз. Таққа сіз мінуге уақыт жетті. Қалған өмірімде сізге қызмет етіп, сіздің хан болған қызығыңызды көрейін деп жаманды қолтықтап әкеліп, хан тағына отырғызады. Елі 30 күн ойын, 40 күн тойын қылып, жаманды ақ киізге салып, хан көтереді. Жаман ақша ханның еліндегі үйін көшіріп алады. Жаман таққа мінген соң, ешбір соғыссыз 5 хандықтың қонысын біріктіріп, ел арасында достық орнатыпты дейді. Әр ханның адамдары өз елінен әділдік таппаса, бұған келіп қосыла беріпті. Сол уақыттан бастап әділдігі үшін 5 ханның елі жаманға Аязби деп ат қойыпты. Сол аты өле-өлгенше қалды дейді. Аязби әділ болды, тура билік етті, кедейлерге қарасты. Баяғы өзінің жыртық тоны мен жаман тымағын ордасын маңдайшасына шекелеп қойды. Кейде хандықпен көңілі ауытқып тура жолдан таяйын десе, шегелеулі тоны мен тымағына қарап, ай Аяз, баймын деп аспа, ханмын деп таспа, Аяз әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл деп көңілін басушы еді дейді. Осымен ертегіміз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Егер де сіздерге ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, арнамызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.